дәмі ерекше әрі тойымды солянка дайындаймыз. Ол үшін бізге келесі заттар керек болады: ет, шұжық, сосиски, тұздалған қияр, тәтті бұрыш, сәбіз, пияз, қызанақ, картоп, лимон, томат және аскөк керек болады. Алдымен етімізді дайындап аламыз. Ол үшін етті қалағанымыздай турасақ болады. Мен майдалап кубик етіп турадым. Қазанымызға сұйық майды құйып қыздырып аламыз және етімізді салып қуырып бастаймыз. Егер уақытыңыз тығыз болса, дәл осы мен көрсеткен әдіспен жасасаңыздар, тамағыңыз тез пісіп шығатын болады. Ол үшін алдымен етті жақсылап қуырып аламыз, қызартып. Әдетте тамақ жасағанда картоп, пияз, сәбізімізді салып қуырып алғаннан кейін су құямыз ғой. Ал енді етіміз тезірек піссін десеңіздер, алдымен етті өзін ғана жақсылап қуырып аламыз майда. Содан кейін 2 стакан су құйып аламыз және етімізді қайнататын боламыз. Осылай аз су құйып, етті алдын ала шалап пісіріп алуымыз керек болады. Сонда біздің тамағымыз тез пісетін болады. Етіміз қайнағанға дейін біз шұжықтарымызды турап дайындап аламыз. 4 бұрышты етіп турадым шұжықты. Ары қарай пиязымызды, сәбізімізді, картопты да 4 бұрышты етіп турап алдым. Қызанақты да дәл солай турап алдым және тәтті бұрышты да турадым. Артынша сосисканы майдалап турап алдым. Тұздалған қиярымызды да 4 бұрышты етіп турап алдым. Барлық керекті заттарды осылай дайындап алдым. Міне бізде суымыз қайнап, етіміз шала пісіп тұр. Енді толықтай су тартылған кезде осылай шұжық және сосискамызды салып, барлығын жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Артынша пиязымызды саламыз және тағы барлығын жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Келесі қалғандарын саламыз. Картопты, сәбізді және қызанақты саламыз. Тұздалған қиярды және тәтті бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Томатымызды салып қуырамыз бәрін. 7-8 минут қуырып болғаннан кейін су құямыз. Қазанның қақпағын жауып, судың қайнағанын күтетін боламыз. Достар, біздің каналымызда апта сайын 2-3 жаңа видео рецептер шығып отырады. Егер сіздерге видео рецепттер қызық болып жатса, каналымызға өтіп, басқа да рецепттермен танысуды ұсынамыз. Тамағымыз 15-20 минут қайнағаннан кейін лимонның 1/4-ін сығатын боламыз және үстіне аскөгімізді саламыз. Бізде солянкамыз дайын болды. Етін алдын ала пісіріп алғандықтан осылай тез 30 минутта бізде солянка дайын болады. Ал баршамызға ас болсын, достар. Егер сіздерге бүгінгі видео рецептіміз ұнаған болса, осы видеоға лайк басып қолдап кетіңіздер. Және де солянка рецептін іздеп жүрген достарыңыз болса, осы видеомен бөлісіп қойыңыздар, достар. Барлығымызға ас болсын.